Ассалаумағалейкум, құрметті қазақстандықтар, мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай біз Астанадамыз. Бүгін келдік, мынау министрліктер үйі ғой. Мынау қазір оператор өкімет үйі, қазір кірдік. Вице-министрдің кісілігіне мен ырза болдым, әкең. Саддам Хусейн ондай кісі болмаған шығар, ау деп тұр ғой. Бұларға әлі таяқ жақсы тимеген екен. Адам деп тұрған жоқ, ешкімді сөйлегісі келмейді. Анаған мынау кісілігіне енді сөз жоқ вице-министрге. Вице-премьер-министр деп қойып, вице-премьерге. Жарайды мейлі, оны анықтап аламыз соңына дейін. Және мына жерде жаңа министрліктерге кірдік. Бүгін экология министрінің орынбасары Кимнің 12-ден 1-ге дейін қабылдайтын уақытысы, біз соған арнайы дәлдеп келгенбіз, бәрін ескертіп қойғанбыз. Бірақ 12-де қаяқта десек вице-министрмен әңгіме қылып жатыр, анау-мынау дейді. Не қылсаң ол сен халықтың мұң-мұқтажын алып келгеннен кейін тыңдауың керек қой, уәдеңге тұрың. Ең болса орынбасарың отырмай ма нақырын? Жан-жаққа тым-тыраққа тайып тұрған. Жаңағы пресс-служба қақта ол анда, ол мында, әйтеуір жұмыс істемеудің амалы. Содан кейін жаңағы енді министрге сағат 4-те жолығатынымыз бар. Бұл жолығатынмен уақытлы болады деп ойлаймын, басқалардың бәрінің орнымен. Бірақ барлық министрліктер, барлық чиновниктер, осы жердегілер жаңа Қазақстанды құруға атсалысып жатыр деп айта алмаймын. Өйткені біздің үлкен материалымыз бар тұғын, қазынаға аузын салып, ұрлап атқан, жаңағы тонап өліп баратырған бейді. 100 миллион доллары бар бай айтпесе, осы жерде істейді. 100 миллион доллары бар деген Форбста тұр, өліп баратыр ғой, жеп өліп баратыр. Мен соны материалды алып келгенбіз, өйткені ол жерде жаңағы біздің жария қылмай бірінші осыдан анықтап алайық деп отырғанымыз, бізге ана айтқан тұғын, одан бізде осындай бір нәрсе бар да, жаман нәрсе, мен соған көңілім тұрмайды. Қылмыстық іс қозғалып қойған ол іс бойынша, сондықтан осындай оны әлі жариялауға болмайды, айтуға болмайды. Содан кейін әрине біз өзіне келіп тұрмыз. Негізі осы заңға депутаттардан сұраймын, өзгеріс енгізу керек. Егер енгізуге дұрықтарың жетпесе, айналарың біреуің орын босатыңдаршы, мен өзім-ақ келіп осы жерге соны айтайын. Сендер қорықпай отырасыңдар, тып-тыныш. Жаңағы жейтіндерін жеп отыра бересіңдер ары қарай. Ұят қой нақырен. Миллиардтаған ақшаны сорып атқан кезде біз соны ашкерелеп әкеліп отырмыз. Қанша жұмыс істедік, қанша еңбек істедік. Тағы да айта кетейін, менде 1 терабайттық запись пайда болды. Естеріңізде болса, миллиардтаған өкіметтің ақшасын ұрлады деген іс бойынша 2-3 адамды қаматып жіберген болатын. Мінекей сол 1 терабайт запись қазір Қазақстан Wikileaks деді ме, сондай деген сайт ашқан екен. Біріккен Араб Әмірліктен загрузка жасапты. Әдейі мынаяқтан ұсталып қалмайын деген. Мен тыңдап шықтым. 2 күн тыңдап төбе шашың тік тұрады. Мінекей осындай істер бар. Мен айтайын, ойлап отырмын, Құда қаласа осы жерге бір 2 айдай командировкаға келіп отырып, жақсылап, нығыздап, айдайтын айдап, қуатынын қуып, жақсы істі әрекетке жұмыс істеуге мәжбүрлету керек екен. Олай болмаса болмайды. Өйткені біздің жаңағы президентімізді қолдап отырмыз, оның айтқан политикасы. Бірақ оны істемей отырған астындағыларды біз мәжбүрлетіп істетуге әрекет жасауымыз керек. Мінекей, айтпақ болып алдыққан болса, Қазақстан еркін болады, оған күмән үзбейік, бірақ оны еркін қылу үшін бізде әрекет жасап жұмыс істетуіміз керек екен. Сізбен біз әрекет жасамасақ, ешкім оңайлықпен бергісі келіп отқан жоқ. Баяғы ескі Қазақстандағы ұрылар есебін тауып, қайтадан жаңа Қазақстанның қазынасына жабысып, соның емшегін жұлқылап, өліп баратыр, сорғылап. Міне сол, сондықтан халыққа жетпейді. Ал айлықтың жаңағы төмендігі жайлы келдік, бірнеше сұрақтар көтеріп жатырмыз. Неге айлықты қысқартыңдар, неге төмендеттіңдер деп. Жаңағы орманшылар бойынша, жаңағы кімдер бойынша мұнай зауытындағы 85 мың теңге айлыққа түсіп қалдық деген, және де басқа саладағы айлығын төмендетіп жатқандардың барлығыңыздың сұрағыңызды көтеріп жатырмыз. Еңбек министрлігіне келіп отырмыз. Оңай емес. Бюрократия деген өлерліктей. Содан кейін Өзбекстан бізге қарағанда шапшаң жылдам қолдап атқан. Әрине, ол жақта да диктатура, ол жақта да бюрократия бәрі бар. Бірақ ол жақта жаңағы президент не айтты, астына сол шапшаң жетеді екен. Бізде ол жетпей қалатын осындай әсері болып жатқан болса керек. Сіздермен болған Бақытжан Көпбаев, сау саламат болыңыздар.